Бүгін закусканың екі түрін көрсететін боламын. Ингредиенттері қолжетімді әрі оңай жасалады. Ең бірінші нанды төрт бұрышты қылып турап аламыз да, оның үстіне творожный масса, майонез, қаймақ, сары май, не бар үйде соны жағасыздар. Одан кейін қиярды дөңгелетіп тураймыз, үстіне орналастырамыз нанның үстіне. Одан кейін сырды турап осылай төрт бұрышты қылып саласыздар үстіне. Одан кейін помидор черри, оны екіге бөлеміз де спашкамен түйреп осылай жасап қоясыздар. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Сол рецепттерді көріп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер, достар. Одан кейін екінші закусканың түрі ол крабовый палочканы төрт бұрышты қылып турап аламыз да, одан кейін 5-6 жұмыртқаны пісіріп аламыз, оны да жаңа дөңгелете тураймыз. Крабовый палочканың астына жұмыртқаны саламыз, одан кейін крабовый палочканың үстіне. Одан кейін колбасаның любой түрін алып, жіп-жіңішке етіп турап аламыз да, оны бүктеп, жаңағы ең үстіне спашкамен түйреп орналастырамыз. Осылай жасап көріңіздер, оңай жасалады, қонақтарды алдауға оңай закусканың түрі. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі видеода кездескенше, достар.